Gülgenin tatlı tatlı tatlı, söylegenin tatlı tatlı tatlı. Kılıkların senin mağanın aydı katı. Gülgenin tatlı. Жағымсыз подругаң. Бағлан темекі бар ма? Жоқ. Насвай ше. Аузыңды айырып жерсе, аузыңды айыр. Шашым майланып тұр ма? Бір каштаны цветке бояп алу керек еді осыны. Не істеп жатсың? Кеше өліп іше беріппіз ғой, дым жемеппін ғой, 2 күн болыпты ғой шындықсам. Арифа, приколды қарасай. Маған да тура өз істеген. Қумаш басымнан теппеген шығар. Тепті басына айбектер тепкен алдын. Нуриттің кросин кекетсен ренжи ма? Қуасың ба? Мағрипа әңгіме айтсай. Ой, бля, қойыңдар осындайларын. Кеше каблук киетін подругаларым келеді, өліп қалдыңдар ғой солармен. Прикинь, алдын өстіп темекі шегіп тұрып, не қарап әңгіме тұра беріп, шашым мажам бәрі өртеп кеткен ғой. Я 6 ай ма тақырбас болып жүрдім, ауылға кетіп қаласың ғой. Senin kurбың негізі қуат, басың қоспа деп менен сұрат. Сияй! Сияй! Езікме экранды декелді сияй! Мыналар карантинде жынданып кететін шығар. Давай тикток түсіреміз. Барманы, мамаларымын шығаршы. Арманым, баба nerede çarşafı? Тоба, не істеп жатыр мыналар, не істеп жатыр? Болатын нәрсемен айналыссаңдар, жұрттың балдары ұстап. Брат, қазір полицияларды айтамын да, бәрі шетін жемқор болып кеткен. Жоқ, олай деме, брат. Менің әкем полицейский. Көпке топырақ шашпа, барлығы бірдей емес. Медиктерді айтамын да. Қазір ақша бермесең қарамайтын болған ғой. Жоқ, олай деме, брат. Менің анам медик. Барлығы бірдей емес, көпке топырақ шашпа. Онда бар ғой. Мұғалімдердің сапасы түсіп кеткен ғой қазір ше. Жоқ, олай деме, брат. Менің туған тәтем мұғалім. Барлығы бірдей емес, көпке топырақ шашпа. Кім бар тағы? Человек-паук ше, брат, Человек-паук. Біздің Қазақстанға келсек, мал болып қалады шығар, андай бір этаж үйлер жоқ қой, қарап тұрсаң ше. Олай деме, брат. Мен Человек-паукпын ғой. Sürüydü görmeydi, isteydi bilmeydi, özüne Allah'ta huya. Sülüsü birmeydi, әзілім өтпейді. Байлардың әңгімесі, білет. Көрінбейсің ғой? Көрінбегенде кеше Австралияға барып қайтқам ғой. Кенгурун баласы қалтасынан түсіп қалыпты. Соны салып келдім бар. Оңай емес, оңай. Сіз не алдың? Сол үйде Роналдоны күтіп отырмын. Кеше балам FIFA ойнамады, дұрыс теппейді дейді. Өзіне айтсам, ол Роналдоны дедім, шақырып бер дейді. Шақырған том ғой сол. Мәке, мынау тауды бар ғой, чуть-чуть бері қарай жақындатып алсақ, сабыра жасап ақша шығарып кейін шығарып, иә? Сөйтейікші. Ата чуть-чуть алыстырғансың. Мына танкым тұр ғой, танкым. Сол жерге дәл. Танк алдың ба не? Иә, ана кеше балам GTA ойнап танк әперді, алғам ғой. Ана басын бүйтіп шетке бұра саламыз сонда. Үйлерің ыстық емес па? Жоқ, кеше Антарктидадан мұз алдыртқам пингвиндермен бірге залға қойып қойдық па, залға кіріп шығып жүр. Артық охранник жоқ па еді? Анау балама автомат алып берген ғой. PUBG көріп тұрған охранник, 4 охранник алып тастаған ғой, басылды. Басқаға керек еді. Баш ұшатын ит сатып алдым ғой. Қойшы, сілей енді мына. Рас, сенбейсің бе? Қайсы қойшы? Мына жер. Ұшып кетіпті ғой. Алло, иә. Той болмайтын болды ма? Дұрыс. Иә, дұрыс қой. Бірінші байлық денсаулық дейді ғой, иә. Иә, бұйырса бәрі біткесін тағы да тойлаймыз ғой. Дұрыс болды, отмен еткен тойды. Аға, давай, аман болыңдар. Тағы бір той отмен ауыл. Мына ақшаның барлығын аламыз дағыны, новый PlayStation сатып аламыз. Сосын карантин кезінде вообще іш пыспайды. Қайдағы PlayStation? Біз бұл ақшаларға барамызда витаминдер, пайдалы тамақтар аламыз. PlayStation'да пайдалы ғой? Нервті успокаивать етеді. Рахат ойнап отырасың. Айналайын, білем мен сен нервті қайта успокаивать ететін. Жеңіліп қаласың, сосын джойстик дұрыс емес, қолым терлік. Алаңдама, бармын мен жаныңда. Барлық әлем саған қарсы болып шықса да, қанша дұшпан күні тағып ақ тұрса да, күрсінбесін көңілің сенің уайымдама. Мен бармын ғой қолдайтын жаныңда. Мейлі кейде шарасыз қалсаң да, мейлі кейде сенімсіз болсаң да, үмітіңді сөнген шағымын сенің. Алаңдама, бармын табыламасың да. Мен отырмын как дела-то, AirPods кулакта.
Сальвинос, не ма? Бір нәрсе сұрайшы. Қызды сындырып алу үшін не істеу керек? Біріншіден кафеге шақыру керек міндетті түрде. Екіншіден сыйлықтар беру керек. Үшіншіден внимание беру керек. Біріншісі не істеу керек дедің? Кафеге шақыру керек. Кафе, иә? Алло, Мадина, кешке боссың ба? Кездесуге кафеге шақырайын деп едім. Айналайын қарағым соңғы сөзді естің ба? Қазақстанда той вообще болмайды деп жатыр ғой. Той тойлайтын заман емес деді ғой. Одан да білім алыңдар, көздерің ашылсын, өнеркәсіппен айналысыңдар, еңбектеніңдер деді ғой. Ой, сорлы, қақтың көз ашылғаны, қақтың өнеркәсібі. Жұрттың бәрі қазір той-пойды қойды ғой, иә? Бәрі қазір үйінде тентек адамдар құсап, Вайн, ТикТок, аздан кешке дейін телефон, сәлем, сондай болып отыр ғой қазір. Қазір бала шағамыздың бәрін апарып жатырмыз да Алматыға. 600 мың бар подписчигі бар вайнерлерге түкіртіп жатырмыз ғой. Өлә, сонда енді мыналардың бәріне бастық бол, депутат бол, әнші бол емес, вайнер бол деп тәрбиелейміз ба? Ой, бастық бол, әнші бол, мұғалім бол, қазір западлы. Қазір айтасың, тек қана вайнер бол деп тілейсің, болды. Көп болса, аптека ашып ал деп тілейсің ғой. Парман. ойын дұрыс жаңағы жеткізе алмайтын бала. Саламатса, ана үйде ұрыс керіс болған кезде бірдеңелер сылдырлап сынады ғой. Сондай магазин ба бұл? Иә, ыдыс-аяқтар магазині ғой осы. Иә, ыдыс-аяқтар магазин. Сіздерде андай не бар ма? Бүйтіп ішіне су құясың да, бүйтіп ішінде сулар домалақ болып тұрады. Мына жағынан ұстап бүйтіп кесеге шай құясың. Шайнек. Иә, шайнек. Рахмет, сосын сіздерде андай бүйтіп картошканы турап атасың, сәбізді бүйтіп тығытқыз қолын кесіп аласың ғой. Ай-яп дейтін сондай бір пышақ. Рахмет, сосын сіздерде андай бір алма, банан саласың ғой, бүйтіп қосқан кезде. Блендер? Иә, блендер. Сау болыңыздар онда, жақсы. Тоқтаңыз, сіз ұмытып кеттіңіз ғой анау 4-1 терминалға салатын сыртында сандары бар, бәйтеректің суреті бар сыртында. Ақша? Иә. Ақша ұмытып кеттім. Танчо, саған табақтай еркектер ұнай ма? Фуй, жоқ. Андай табақтай көкірегі жүн, қарны дәу еркек осы жерде бұлай әрі-бері жүрсе тыржалаңаш ұнай ма? Фу, жоқ, не етіп тұрсың? Онда залдан менің телефонымды әкеліп берші, пожалуйста, мен тұрмай ақ қойын. Осы киінуге ерініп тұрмын. Ой, бля, оның бәрін бүйту керек еді. Өзім байға тидім ғой, 2 балам бар. Өлә, бай деген рахат қой. Түнде сырласың, мұңайғанда қасыңда, қуанғанда қасыңда. Құдайға шүкір 2 балам бар. Таңның атысы, күннің батысы сол 2 баланың артында. Ана қызығына күлсе, бірге күліп, жыласа сонымен қосылып жылап жүре бересің ғой. Өмірдің қызығы сол ғой, тисей байға. Иә. Тема. Иә. Жақсы ой негізі, күйеуге деген жақсы. Иә. Болды. Ал, біз онда тұрайық. Рахмет келгендеріңізге. Балам, сен такси шақырдың ба? Қазір шақырамын. Қайдағы такси? Біздің баламызға апарып тастайды машина. Не балам? Бар машина қыздырайық, бар. До конца маршрута двигайтесь 57 километров. Айналайын қарағым Гуля мен Суля. Алло? Кетші Айбек сен ғой біліп тұрмын ғой, не тезде затча? Айбек есің дұрыс па, мен массаж айтатын, мен сұрап атқаным не? Кетші массаны тоңқайтып, давай. Өзіміздің класстас Айбек па, подружка? Е, жабайы бар ғой, біздің класстағылар солардың қасында жүріп, бізді жабайы деп ойлайды. Өткенде вечер бар ғой, танчылар келді ғой. Қыштар, жаным, қой солар. Твой подружка есің дұрыс па сенің, қуасың ба? Біз деген элитамыз, подружка. Қандай элита, подружка? Біз дейтін освежителіміз, біз дейтін Селена Гомес, біз білесің ба? Ана біздің класста Гоханы, прикинь сол шеді екен ғой, ойлашы. Шеді? Е. Жігіттермен жүреді дейді, 5 жігіт дейді. Ужас қой, мен осы таң қалып қалдым қатты. Бұзылып кеткен ба? Басым ауырып кетті, темекі шегіп аламыз ба? Жүрсей, подружка. Кімді естің ба, еще Айжанды? Сенің құрбың негізі қуат. Достар, егер де осы видео ұнаса, каналға тіркелеміз, лайк басамыз.